Стив Джобс біздің уақытымыздағы ең ірі сәттілікті бағындырған кәсіпкер. Өнертапқыш, ата-анасынан тастанды қалған. 6 ай оқып жүрген колледжін тастап кетіп, достарының бөлмесінің еденіне түнеп, қара нан сатып алу үшін 5 центке бөтелке өткізіп өмір сүрген адам. Революциялық Apple компаниясын құрып, кейіннен Pixar анимациялық киностудиясының негізін салған кісі. Назарларыңызға Стив Джобстың 10 жетістік қағидасын ұсынамын. When we fall into the river, every kiss is sweet and bitter. And as long as we're together, every touch feels so much better. Make me stay, make me stay. But as long as we're together, every touch feels so Жүрегіңнің сөзіне ілес. Ең жақсы өзіңе ұнайтын іспен айналысу. Сіз тек қана өз ісіңіз өзіңізге ләззат сыйлағанда ғана өзгелерге пайдалы бола аласыз. Тек сол кезде ғана әрбір күн сізге қуаныш, ал еңбегіңіз жеміс алып келеді. Сіздің жұмысыңыз өміріңіздің өте көп бөлігін алып жатады. Және әркез қанағаттанарлықтай көңілде жүрудің жалғыз жолы шынайы өзіңе ұнайтын жұмысты жасау. Сіз өз ісіңізді сүю керексіз. Егер сіз ондай жұмысты әлі таппасаңыз, оны іздеуден тоқтамаңыз. Айналадағы әлемді өзгертіңіз. Әр адам жеке дара болғысы келеді, бірақ неге екенін ешкім ол үшін ештеңе жасамайды. Негізінде бірдеңені өзгертуге, жаңа бір дүние әкелуге әр адам қауқарлы. Мейлі ол қоршауда болсын, мейлі бір мемлекетте ғана жүрсін. Оны өз үйіңнен немесе жұмыс кеңсеңнен бастауға болады. Мені моладағы ең бай адам болып бару қуантпайды. Ұйқыға жатарда бүгіндікке тамаша істі бітіріп жату. Және сол кездегі күй, мені қуантатын нәрсе осы. Басқаша ойлаңыз. Басқалар сияқты емес, басқаша жолмен жасап көріңіз. Басқа жолмен жүріңіз. Жаңа мүмкіндіктерді табыңыз. Жаңа идеялар бір орында отыра бергеннен келмейді. Адамдармен сөйлесіңіз, әлемді бақылаңыз. Сұрақтар қойып бастап көріңіз. Адамдарға тек продуктыны ғана емес, арманды да сатуға болады. Сіздің тұтынушыларыңыз тек жақсы және бақытты өмірді қалайды. Олардың өмірін байытыңыз. Өзіңізге пайдалануды қалаған продуктыны жасаңыз. Бұл тек өндіріс пен инновацияға ғана арналған қағида емес. Әрбір қадам, әрбір іс алдымен өзіңе өлшенген негізде жасалуы тиіс. Бір сөз айтудан бұрын, оны өзіңізге айтылса қалай қабылдаушы едіңіз? Осыдан бастаңыз. Өзіңізге қандай қарым-қатынаста болғанды қаласаңыз, басқаларға да осы қарым-қатынасты жасаңыз. Біз макты жасағанда, оны біреудің абстрактысына негіздеп емес, біз оны өзімізге сәйкестеп жасадық. Біз ненің жақсы, ненің жақсы емес екенін талқылайтын адамдар тобынан болуды қаладық. Біз ешқандай маркетингтік зерттеулер жасамадық. Біз тек мінсіз зат жасауды қаладық. Жоқ деп айтудан қорықпаңыз. Приоритет жасаңыз. Жасалуы қажет және ең керекті жұмыспен айналысыңыз. Бәріне маңыздырақ жұмысқа зейін аудару үшін жоқ деп айтыңыз. Күрделендірудің қажеті жоқ. Ауызекі сөздер, ақпараттар, образдарды күрделендірмеу керек. Олар қанша күрделі болған сайын, сонша қиын қабылданады. Бұл менің фишкаларымның бірі. Қарапайымға зейін қою. Қарапайымдылық күрделіліктен де күрделі болуы мүмкін. Түйсік қарапайым затты өзіне оңай қабылдау үшін өте көп жұмыс істеу керек. Бірақ нәтижесі соған тұрарлықтай болады. Жеңіс тұғырына жетіп болғаныңда, сен тауларды да қозғалта аласың. Әрқашан идеалға талпыныңыз. Көзделген жерде тоқтап қалмаңыз. Сізге ең үздік нәтижеге жеткендей сезім болғанда, кейбіреулер сізден бірнеше рет озған болады. Адамда әрқашан ұмтылатын бағыт бар. Биіктік шексіз. Бірақ сіз әрқашан алдында болыңыз. Сапаның эталоны болыңыз. Қалыптасқан қағидаларды бұзыңыз. Олар сол үшін қалыптасқан. Стереотиптерді дамыт.
қандай да бір жаңа тұстарынан татып көр. Жұртты таңғалдырудан қорықпаңыз. Түсініспеушілікті таңғалдыруға ауыстырғаныңызда тамсану пайда болады. Заттарды басқаша көретін адамдар қалыптасып қалған қағидалардан қайран болмайды. Тек әлемді өзгертемін деп ойлайтын адамдар ғана оны жасайды. Біз бір рет қана өмір сүреміз. Яғни фәни дүниеде тек бір рет өмір сүреміз. Бұл туралы жиі еске алыңыз. Қашан бір заттың немесе адамның алдында қорқыныш пен шешім қабылдай алмау қатар келсе, осы сөзді еске алыңыз. Егер бүгінгі күн менің соңғы күнім болғанда, бүгінгі істеген ісіме өкінер ме едім? Егер бірнеше күн бойы иә деген жауапты берсем, онда тез арада бірдеңені күрт өзгертуім керек деген сөз. Бұл Стив Джобстың жетістігінің оң қағидасы. Егер бейне ұнаса, онда лүпіл басыңыз және менің ардама жазылуды ұмытпаңыз. Қазірге осы сәттілік бәріңізге.